Осы крой, бұл свитшоттың алдыңғы бөлігі. Осы свитшотқа біз вышивка жасаймыз. Алдыменен қай жерге вышивканы жасау керек, соны белгілеп аламыз. Ол үшін мен мелді қолданамын. Мен мелді алып, линейканы алып, белгілейтін жерімді тауып алдым. Енді бұл жерде қысқаша лайфхак, бұл жерде кеуденің оң жақ тұсында жасасын деді вышивканы, оны былай тауып аламыз. Мына кройдың, яғни қолтықтың астынан аламыз да бір линияны жібереміз. Так, осыдан кейін мына мойынның вырезі бар ғой, сол ұшынан аламыз да төменге қарай дүп түзу бір линия жібереміз. Осыдан кейін мысалы примерно орташа қалыпта, мысалы мен 14 сантиметр алдымда белгіледім де, и мына 14 сантиметрмен мына қолтық асты линияның ортасын тауып алдым. Енді мына қарасаңыздар, алдын ала сызып қойған мына крестик. Осы қапта біз вышивканы жасаймыз. Енді біз бұл жерде тағы да флизелинді қолданамыз. Мен алдында мына 14 сантиметр бойымен флизелинді қиып алдым. Бұл жерде айтқандай бір жағы клей, бір жағы жабысқақ емес. Осы жабысқақ жағын мына матаның ішкі жағына жабыстырамыз. Оны қалайша жабыстыру керек, және біз шатаспау үшін не істеу керек? Бағана мен белгілеп қойған мына крестикке, мынау матаның сыртқы жағы, мына матаның ішкі жағы. Мына қараңыздар, ішкі жағында осылай тоқылған. Нақты крестиктің ортасын қайдан білеміз? Осындай мынау булавка бізге көмектеседі. Ине, точнее, инені дәл ортасына біз бекітеміз. Опа. Енді мынау кірген жері жоғарғы жағы бізге ориентир. Мынаның кройдың ішкі жағына қайта өтеміз. Мынау бағанағы кесіп қойған флизелинді аламыз да бүктейміз төртке. Төртке бүктеген кезде мынаның ортасы табылады. Бұның ортасы бізге ориентир. Және мынау булавканың ең бірінші кірген жері тоже ориентир. Мынаның ортасы мен мынаның ортасын былай сәйкестендіреміз. Алдын ала біз өтекті қыздырып қоямыз. И аламыз да бұны басамыз. Басқан кезде клей емес жағынан басу керек. Себебі клей жағы мына матамен бір-бірімен жабысады. Мақсат мына төрт бұрышты флизелинді жақсылап тұрып жан жағынан бекіту. Мынаны аламызды бекітеміз. Бізде енді промышленный парогенератор, ал жалпы негізі қарапайым өтекпенен де жабыстыруға болады. Жақсылап тұрып мынаның жиектерін жабыстырамыз. Себебі жиектері алынатын болса, жалпына флизелиннің өзі алынып қалады. Барынша қатты басу керек, сол кезде жақсы жабысады. Енді көреміз қазір қалай жабысты екен. Тексереміз. Жабысты. Шеттері жабысты. Енді мына бағанағы өзіміздің инемізді алып тастаймыз. Бірақ иненің салынған жері әлі қалып қойды. И жалпы мынау бағана бізді сызып қойған жеріміз де бар. Келесі